құрметті көрермендер, француз тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен француз тіліндегі зат есімнің тегі деген тақырыпты өтеміз. Тек яғни род. Қазақ тілінде сөздердің роды жоқ, бірақ орыс тілінде бар. Француз тілінде екі род бар. Зат есімдерде екі род бар. Ер және әйел. Женский род и мужской род. Әйел тегі «ө» әрпінің қосылуы арқылы жасалады. Мысалы, un étudiant, студент, une étudiante, студентка. Айырмашылық түсінікті шығар, я? Un étudiant деген студент ұл, ал une étudiante ол студент қыз. Un ami, дос, une amie, құрбы. Мінеки барлығында да жаңағы зат есімге, ер тегіндегі зат есімге «ө» әрпі қосыла қояды. Сол кезде әйел тегіндегі сөз жасалады. Женский родта солай жасалады. Бірақ кейбір бізде зат есімдердің кейбір окончанияларында өзгеріс болады. Кейбір зат есімдерде, мысалы қараңыздар, «өх»қа аяқталатын болса зат есім, онда оның женский роды «өз»ға аяқталады. «Өз»ға аяқталатын болады. Мысалы, «un danseur», биші, «une danseuse», биші, «танцовщик» біріншісінде, одан кейін «une danseuse» деген қыз, «танцовщица». «Un nageur», мысалы, жүзуші адамды ер адам, ал жүзуші қыз болса, онда «une nageuse» болады. Егер де зат есім «төр» деген окончанияға аяқталса, онда «трис» деген оның женский роды «трис» деген окончанияға аяқталатын болады. Мысалы, «un directeur», директор, «une directrice», директорша, «un lecteur», «une lectrice», лектор оқитын адам, ер адам біріншісінде, екіншісінде әйел адам. Одан кейін, егер де зат есім «өр» немесе «иөр» әріптеріне, окончаниясына аяқталатын болса, бізде бұлай болады. «Un étranger», мысалы, «une étrangère», «ө» әрпі соңына қосылады. «Un ouvrier», «une ouvrière». Зат есім X-қа аяқталатын болса, онда әйел тегі «с», «ө» әріптері болады. Мысалы, «un époux», «une épouse», «з» деп оқылады бұл. Егер де зат есім F немесе P әріптеріне аяқталса, онда әйел тегінде «в», «ө» әріптері болады. Окончаниясы. Мысалы, «un vœu», «une veuve», «un loup», «une louve». Егер де «ө» әрпіне аяқталса, ер тегінде зат есім, онда әйел тегінде «ө», «с», «с», «ө» әріптері болады. «Un tigre», «une tigresse», «un maître», «une maîtresse», «un poète», «une poétesse». Егер де ер тегіндегі зат есім «ө-ан» немесе «и-ө-ан» әріптеріне аяқталса, онда әйел тегінде «о-н» және «и-о-н» әріптері болады. Мысалы, «un citoyen», «une citoyenne», «un musicien», «une musicienne», «un breton», «une bretonne», «un lion», «une lionne». Бұл жерде қараңыздар, біздер негізі «аң» деп ер тегіндегі жақтарды бар ғой, «un citoyen», ал әйел тегінде женский родта «une citoyenne» болады. Уже бізде назальный дыбыс кетіп қалады. Әріптеріне аяқталса, онда әйел тегінде «т», «е» әріптері қосылады. Мысалы, «un chat», «une chatte»,
un saut, une saute. Le cadet, la cadette. Түсінікті ғой, еті болса, еті, т-е қосылады. Енді қараңыздар, исключение сөздер бар. Жаңағыдай жоғарыда айтылып кеткен ережеге бағынбайтын сөздер. Un compagnon, une compagne. Un copain, une copine. Un neveu, une nièce. Мағынасы племянник, племянница. Un roi, une reine. Король, королева. Un impérateur, une impératrice. Император, императрица. Бізде императрица деген l'impératrice деген духи бар. Білсеңіздер. Un favori, une favorite. Un serviteur, une servante. Слуга, служанка аудармасы. Un vieillard, старик, une vieille, старуха. Un héros, герой, une héroïne, героиня. Un speaker, сөйлеуші, une speakerine, диктор, дикторшы, яғни сөйлеуші деп. Қазақша қалай күшті аударып кеттім, Мінекей достар, бүгін біз сіздермен француз тіліндегі зат есімнің тегі, роды деген тақырыпты өттік. Бүгінгі тақырып сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.